Өзімнің бастауымен басталған жобаларым, бағдарламаларым, іс-шараларым бар. Елбасы жариялаған жастар жылы аясында Шыңғырлау аудан әкімінің қолдауымен 2019 жылдан ақпан айынан бастап Әзіл базар жобасы жүзеге асырылуда. Бұл жобаның басты мақсаты қазіргі жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану, жастарды патриотизмге тәрбиелеу, өнерге, көшбасшылыққа баулу және де тілді дамытып ой қабілеттерін жетілдіру. HSI Life бағдарламасы түрлі мамандармен кездесіп, әр маман иелерін тілге тартып, қыр-сырларын білу мақсатында жүзеге асырылды. Сонымен қатар қылықты бүлдіршін атты жобасы бастау алды. Бұл жоба 1 жастан 3 жас аралығында кішкентай бүлдіршіндердің фото суреттерін, қылықты видео түсірілімдерін жасақталып, әлеуметтік желілерге салынып, жеңімпаздар анықталып отырды. Ізгі тілек құттықтау сазды бағдарламасы әр жұма сайын өз шығарылымдарын шығарып отырды. Бұл бағдарлама туған күн иелерін құттықтап, сұранысқа байланысты әндері қойылып, әлеуметтік желілерге салынып, жүзеге асырылып отырды. Мәдени жаңалықтар бағдарламасы HSI ауылдық мәдениет үйінің ұйымдастырған шаралары, жеткен жетістіктері, жұмыстары туралы әр айдың соңында әлеуметтік желілерге салынып, ақпарат беріліп отырды. Жас талант бағдарламасы жас талантты балаларымыздың елге талантын насихаттау және жас өнерпаз талантты балалармен сұхбаттасу. Әнді тап жобасы. Бұл жоба жасырылған әндерді тауып, жеңімпаздарды анықтау. Поэзия жүрек тілі арнайы жобасы ұсынылып отырды. Арнайы жоба әлеуметтік желіге әр ақынның өлеңдері оқылып, салынып, жүргізіліп отырды.